Қаз етінен гриль жасайтын боламыз. Жаңа жылдық дастархандарда немесе қонақ шақырғанда таптырмас керемет рецепт. Бізге қажет болады қаздың еті, құйрығын және басын, ішіндегі майларын алып, жуып тазалап аламыз. Қолымызға шприцті алып, тесіп шығасыздар. Қаздың етіне тұзды молдау саласыздар және лавровый лист, қара бұрышты салып, суды құясыздар да бір күнге бетін жауып қоясыздар. Сонда ғана қаздың тұзы сіңіп, дәмді әрі сочный болып шығады. Бізге енді қажет болады алма және апельсин. Барлығын турап аламыз. Ал енді маринад жасайтын боламыз. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, ашты, тәтті чили бұрышынан саласыздар. Тұз және грильге арналған дәмдеуіш саламыз. 3 ас қасық сұйық май құямыз. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырып аламыз да дайын болған грильдің үстіне жағып шығамыз. Грильдің ішіне апельсин және де алмаларымызды саламыз да тігіп қоямыз. Фольганы үлкен етіп төсеп алыңыздар, себебі грильді орап пісіреміз. Грильдің жан-жағына артылып қалған апельсин, алмаларды қойып шығамыз. Енді бетін тығыздап жауып аламыз. Грильдің бетін жауып 2 сағаттай пісіресіздер. Бетін қайтадан фольгадан ашып 1 сағаттай, жарты сағаттай пісіріп аласыздар. Және пісіретін кезде осындай аяқтарын фольгамен орап қойыңыздар, әйтпесем күйіп кетуі мүмкін. Қаз етінен гриль дайын болды. Жаңа видео рецепттерді жіберіп алмау үшін тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.